Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің кешкі асқа манты жасайтын боламыз. Мантының керек заттардың барлығын ашып турап алдық. Енді кезек парыш пен пиязды араластырып, үстінен бұрыш қосып, үстінен тұз қосып араластырайын деп жатырмыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей әдемілеп араластырып жатырмын. Ендігі кезек қамырын дайындап жатырмын. Су, тұз қосып, бірыңғай массаға енгенше араластырамыз. Ұнымызды елеп жатырмыз. Мінекей, ұнды елеп, қайтадан ложкамен ары-бері қозғап, қайтадан ұн қосып, қайтадан араластырып, осылай қатқылды болғанша араластырамыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. 10-15 минутқа демалуға жібердік. Арадан 10-15 минут өтті. Қамырымыз әдемі болып жұмсарды. Ұнымызды қамырымыздың үстіне сеуіп, дөңгелекше етіп, қолын жұдырықтап аламыз қолымызбен. Мінекей, дөңгелекше етіп болғаннан кейін оқтауымызбен жаятын боламыз. Мінекей, мен уже қамырым дайын болды. Шет-шеттерін кішкене жұқартып жатырмын. Үлкен бір суала болды. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай доп-домалақ, жұп-жұқа әдемі болды. Дайын болған қамырымызды төрт-бұрышты етіп кесуге дайындап аламыз. Мінекей, бірін үстінен бірін қойып, көзімізбен өлшеп осылай кесіп аламыз. Мінекей, төрт-бұрышты болды. Жаңағы дайындап алған фарштарымызды қамырымыздың үстіне үлкен бір ас қасықпен салып шығамыз. Барлығына бір келкі етіп, мінекей, қолымызбен мантымызды түйіп жатырмыз. Мінекей, түйіп. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі. Менің үлкен бір суала қамырым 2 лист шықты. Мінекей, арадан 45 минут өткізіп жібердік. Мінекей, піскен түрі осындай дайын тарелкаларға, балаларға осылай ұсындым. Әрқайсысына бөлек-бөлек етіп, мінекей, бізге ас болсын. Бізді көріп отырсаңыздар, тіркеліп, қолдап, жылы лебіз-тілектеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ал бізге ас болсын. Мінекей, қазір бөліп көрсететін боламыз. Сочный болып тұр. Түрінің өзі тәбет ашатындай әдемі болып тұр. Мінекей, шаншқымен қазір бөлетін боламын. Сіздерге көрсетемін. Іші қандай әдемі сочный болып піскенін. Мен қолымда телефон болғандықтан бөлу өте қиын болып тұр. Мінекей, қолдан келгенше сіздер үшін тырысып жатқан жайым бар. Мінекей, осылай сочный әдемі тәбет ашатындай ас болды. Бізге ас болсын, бізді көрсеңіздер, тіркеп қолдап кетіңіздер. Сіздерден тек қолдау күтетін боламыз. Ал сау болыңыздар.